Жылқы киелі жануар. Қазақ халқының ерекше қадір тұтатын жануарының бірі де бірегейі жылқы. Оны ең алғаш қолға үйреткен де қазақ. Халқымыздың қазақы болмысын айқындайтын құндылық және ежелгі көшпелі халық болғанымызды білдіретін басты нышан қазақ жылқысы. Жеті қазынамыздың біріне баланған жануардың жұрт біле білмейтін қасиеттеріне үңілуді жөн көрдім. Жылқының басты қасиеті сол туған жері мен жүрген жерін ешқашан ұмытпайды. Көзі күндіз түні бірдей көретіндіктен түнде айналасын жұлдызға қарап барлап жүреді. Әрі айналасын түгелдей бақылай алады. Аңқасы кеуіп шөлдеп тұрса да лай су ішпейді. Тіпті ағын судың өзін кешіп жүріп, тұмсығын суға батырып барып, тұнық жерінен таңдап ішеді. Сондықтан да болар, оның еті ерекше дәмді болады. Ғалымдар жылқының етінің 17 түрлі ауруға ем болатынын дәлелдеген. Бие сүтінің пайдасы ана сүтіне жуықтау. Осындайда бабаларымыздың сәбилерді қымыз сүтімен өсірген көрегендігіне таң қаласың. Қазақ халқы балаларын 5 жастан бастап атқа мінуді үйрете бастағаны белгілі. Сол сәттен бастап ат үстіндегі бала ерекше шабыттанып, ер жете бастайды. Ата-бабаларымыз турашыл, жүректі, еркін, шалт қимылдайтын адамды жылқы мінезді деп атаған. Бабаларымыз жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек деп бекер айтпаған. Жылқының еркегі айғыр, өз үйірін бастап, оны қорғай алуы шарт. Себебі егесінің аманатын арқалаған жануар үйірі үшін басын бәйгеге тігеді. Кереметі сол, айғыр құлынның туылған сәттегі кісінеген үнін ешқашан ұмытпайды. Сәйкесінше, осындай қасиет құлынына да дариды. Осы жерде жылқы жасына ден қойған жөн секілді. Атап айтар болсақ, жылқының жас төлін құлын, құлынның 6 айдан асқан шағын жабағы, ал 1 жастан асқанын тай, 2 жастан асқанын құнан, 3 жастан асқанын дөнен, 4 жастан асқанын бесті дейді. Ал ұрғашылары тайға дейін бірге аталады да, одан кейін өзгеше айтыла бастайды. Мәселен, 2 жасарды құнажын, 3 жасарын дөнежін, 3-тен асқанды дөнежін байтал, 4-тен асқанды бесті бие, 7-8-ге келгенін қасабалды бие, 11-14 жастағыны кәрімтас бие, 20-дан асқанды жасаған бие деп атайды. Жалпы жылқы жануары 25-30 жыл өмір сүреді. Қазақ халқы атқа міну мәдениетін бірінші орынға қояды. Деректерде алғашқы болып ботай мәдениеті энеолит дәуірінде қолға үйреткен деп көрсетіледі. Қазақ жылқыларының тұқымын қалыптастыру сол дәуірде басталып, мыңдаған жылдар бойы жалғасып келеді. Қазіргі уақытта медицина мамандары атқа мінгенді адам денсаулығы үшін өте пайдалы екенін айтып жүр. Ұлттық ойындарымыздың дені де осы атпен тікелей байланысты. Мәселен, көкпар, жамба ату, аударыспақ, теңге алу, қыз қуу, аламан бәйге, тоқ бәйге, құнан бәйге, жорға жарыс, тай жарыстар. Бір жағы спорттық шара болса, екінші жағынан тосын оқиғаларға қарсы жаттығу алаңы іспетті. Жылқыны қадірлеген ұлтымыз
баласын құлыным деп еркелеткен. Бұл үрдіс қазірге дейін жалғасуда. Қаратай, Құнанбай, Дөнентай, Жылқыбай секілді кісі есімдері де халқымыздың жылқыны құрмет тұтатынын нақты дәлелі болса керек. Байшұбар, тайбұрыл, құлагер секілді жануарлар да өткен күннің тарихынан сыр шертіп, адамның жан серіктеріне айналды. Қазақты тануда жылқының алатын орны айрықша. Жалпы халқымыз үшін жылқы қастерлі. Тіпті ер жігіттерге ат жалын тартып мінген, ат құлағында ойнайды деп мақтау айтады. Жылқы иесі Қамбар ата қазақтың сенім нанымында жылқы малының пірі. Кейбір аңыздарда Қамбар ата есімі Мұхаммед пайғамбарымыздың, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, күйеу баласы Әзірет Әлінің атбегі болған Ганбар есімді тарихи тұлғамен байланыстырады. Жылқыны түріне қарай жүк жылқысы, мініс жылқысы, жазық дала жылқысы, тау жылқысы, солтүстік дала жылқысы болып келеді. Дүние жүзінде жылқының 250-дей түрі бар болса, Қазақстанда жылқының 20-ға жуық түрі өсіріледі. Ертеден өсіріліп келе жатқан қол тұқымының бірі қазақ жылқысы. Оның жабы деп аталатын түрі де бар. Бұл тұқым көлік ретінде және еті мен сүтін пайдалануға өсіріледі. Олардың ерекше қасиеті суық ауа райына төзімді. Жайылым, жем-шөп талғамайтын, мінуге көнбіс. Жер жүзінде жылқының жасын, мінез құлқын, түр-түсін, қадір-қасиетін бәрінен артық білетін халық болса, ол қазақ. Жылқы киелі жануар. Қазақтар жылқыны ұрып-соғу былай тұрсын, оның киесі атады деп, желіден жылқышы ұстайтын құрықтан аттап өтпейді. Бақан аттаған жарымайды деген сенім бар. Жылқыға байланысты салт дәстүрлер мен ырым-тыйымдар өте көп. Қазақ халқы жылқыны 7 қазынаның бірі санап, оны киелі деп есептеп, жыл қайыруда 7-ші орын берген. Қазақ сән салтанатының көркі де жылқы. Сондықтан да бүгінгі жас ұрпақтың келешегі кемел, туған елін жан тәнімен сүйетін, рухы биік азамат болып, ер жетуі үшін ұлттық тәлім-тәрбие беруде жас буынның жылқы түлігі туралы танымын байыту бүгінгі күннің талабы. Құрметті оқырмандар, жылқы туралы айтылмай қалған сіз білетін тағы да қандай мәліметтер бар? Сол туралы комментарий бөлімінде жазып кетуді ұмытпаңыз.